Сәлем достар, бүгін біз тұшпара немесе пельмен тамағын жасайтын боламыз. Сонымен қалай жасалынатынын барлығымыз бірге тамашалайық. Ең алдымен қазанға су толтырып, және де кішкене ет немесе сүйек салып қайнатып аламыз. Енді біз қамыр елейтін боламыз. Қамырына бізге ұн керек 300 грамдай. Содан кейін тұз саламыз. Тұзды енді бір осындай кішкене ғана тұз саламыз. Содан кейін 2 жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқаны қосып, сосын әжелеп қамырды елейтін боламыз. Қамырға біз кішкене су қосамыз. Және де оны тындырып біраз тұрып қоямыз. Бұл мынадай қамырды негізі осылайынан пакетке салып, осылайынан орап қойып қойсаңыздар, өте тез қанатын болады. Яғни тезірек әдемі қалыпқа енетін болады. Осылайынан қойып қоямыз. Сорпамызға осындай картошканы 4 бұрыштап тураймыз. Сәбізді мен осындай ірі қылып тураймын, өйткені балалар сәбізді ұнатпайды. Олар алып тастап отырады. Сол үшін осылай 4 бұрыштап, яғни ірі-ірі қылып тураймын. Және де ол сорпаға дәм береді. Одан кейін жуамызды осылайынан майда қылып тураймыз. Балдар бұрышын, бұны да мен ірі қылып тураймын. Енді ол өздеріңізге байланысты. Және де қызанақты 4 бұрыштап тураймыз. Және де осының барлығын сорпамызға қосатын. Сорпаның көпірі, бетіне мынадай көпіршігі шыққан кезде оны алып тастаймыз. Әдемілеп алып тастаймыз да, содан кейін барлық жаңағы көкөністерді қосып шығамыз. Сөйтіп оны 1-2 сағатқа біраз қайнатып қоямыз. Яғни астын басы жай отта біраз қайнатамыз. Алып тастаймыз. Енді барлығын біртіндеп қосамыз. Яғни болгар бұрышы, жуан, қызанақ, сәбіз, және де картоп. Барлығын қосып, тұзын саламыз. Яғни бір қасық тұз саламыз сорпаға. Шірік. Енді араластырып, қайнағаннан кейін астын басып, жай отта 2 сағаттай қайнатамыз. Енді біздің пельменіміздің жаңағы несіне кірісеміз, яғни фаршына. Фаршқа біз осындай майда қылып тұрып жуаны қосамыз. Және де тұзын бұрышын қосатын боламыз. Тұз 1 уыстай қосам. Және де қара бұрыш. Және де осыны әдемілеп араластырып аламыз.
және қамырымыз дайын болғанша холодильникке сала тұруға болады. Негізі қамыры қатты болмау да керек, қатты жұмсақ та болмау керек, орташа болған дұрыс. Сол кезде жайылуы да тез болады, және де жасап жатқан кезде де жақсы жабысатын болады. Және де негізінде жұмыртқаны көп үлек қосса, мысалы 4-еу, 5-еу су қоспай, ол кезде жаңағы біздің тұшпараларымыз, яғни пельмендеріміз суда езілмейді, яғни сорпаға қосқан кезде езілмейтін болады. Және де ондай тұшпараларды, мысалы біз морозильникке салып, қатырып, ұзақ уақытқа сақтауымызға да болады. Сөйтіп, кез келген керек кезде алып, сорпаға салып жіберіп, дайын тамақты жасай беруге болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырды біз осылай домалақтаймыз. Мындай дайын өзі осылай кесетіндер болады. Сонда мен домалақтап, және де қамырымызды алып, ішіне дайын фаршымызды, яғни қоспамызды саламыз. Және де оны осылайынан екіге бөліп, және де өстіп шектерін қысып шығамыз, басып. Содан кейін былайынан оны қосамыз. Мінекей, дайын болды. Сосын осылай неге жаңағы тақтайдың бетіне ұн сеу, оны осылайынан қоя береміз. Былай қойсақ әдемі болады. Мінекей, тағы да біреуін көрсетіп жіберейін. Саламыз. Оны жиектерін осылайынан қосамыз. Және де былайынан қосып жібереміз. Мінекей, дайын болды. Ал мінекей, біздің шпараларымыз дайын. Енді оны жаймелеп қазанымызға саламыз. Барлығын саламыз. Он 15-20 минутта, 20-25 минутта дейік тұшпаралар, яғни пельмень дайын болады. Осындай баяу отта қойып қоямыз. Бетін жабамыз. Міне біздің тұшпарамыз дайын болды. Ал енді дәмін көрейік. Бетіне әсемдік үшін және денсаулыққа пайдалы укроптан сеуіп жүрсеңіздер, мүлдем керемет болады, тамаша болады. Ал енді дәмін татып көрейік. Тамаша. Сорпасы да өте керемет болады, себебі ішіне осындай ет кішкене салып қайнатып жібереміз, е? Сол себепті сорпамыз да тамаша болып шығады. Керемет.